Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді сочный картошка дайындайтын боламыз. Оған бізге керекті заттарымыз картоп, ет, пияз, томат және де укроп сәндеуге. Содан кейін тұз қосамыз. Пиязымызды ашып, әдемілеп турап аламыз. Қазанымызға майымызды құямыз. Содан кейін жақсылап қыздырамыз. Одан кейін пиязымызды саламыз. Сөйтіп пиязымызды қызарғанынша әдемілеп қуырып аламыз. Етімізді турап бастаймыз. Менде қабырғалар болды. Қабырғаларды әдемілеп турадым. Етімізді турап болғаннан кейін жаңағы қызарып майда қуырылып жатқан пияздың үстінен әдемілеп салып, етпен бірге қосып араластырып, тағы да қуырамыз. Мына жақта ет қуырылып жатқан уақытта картошкамызды ашып, әдемілеп формаға келтіріп, турап аламыз. Мен осылай кубик қылып, төртбұрышты қылып кесіп алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Етіміз бен пиязымызды ашып, үстінен әдемілеп тұрып, томатымыз бен тұзымызды салып, араластырамыз. Етіміз бір 20 минутта қуырылғаннан кейін үстінен әдемілеп мен қайнаған су құям, немесе жылы, немесе суық су құйсаңыздар да болады. Бірақ желательно жылы немесе қайнаған су құйған жақсы. Тезірек суымыз сол кезде қайнайтын болады етімізбен бірге.
Етіміз қайнап піскеннен кейін үстінен картошкамызды әкеліп әдемілеп саламыз. Суымыз картошкамен бет-бе-бет болады, осылай әдемілеп аузын жауып пісіруге жібереміз. Содан кейін қайнап пісіп болғаннан кейін аузын ашып, картопымызды әдемілеп араластырып тарелкамызға саламыз. Мінекей біздің картошкамыз дайын. Енді осы картошканың бетінен әсемдеу үшін укропымызды әдемілеп себелейміз. Видео укроп ұнатпайтын кісілер болса, сеппесеңіздер де болады. Бізде бәрі укропты жақсы көреді, потому что укропта да витаминдер бар. Сол үшін мен укроп салам бетіне, себемін. Сочный картошкамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.